Қайырлы күн, біздің каналымыздың көрермендері. Күндеріңіз берекелі болсын. Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Бізге бір адам келді, жаңа бір пациент хабарласып, сол пациентке барып келіп отырмыз. Бізге қаралып жатыр ол кісі қазір. Мына жалпы статистика бойынша дүние жүзінде 1% адам болезнь Паркинсона деген аурумен ауырады екен. Паркинсон ауруы. Бұл аурумен дүние жүзінде 1% адам ауырады екен да. Қазіргі кезде медицинада біздің традиционный дейміз, дәстүрлі, қазіргі біздің медицинада оның ем жоқ дейді. Бұл адам миынан басталатын ауру. Адамның миына зақым келеді. Сол арқылы адамның жүріп тұруы, қозғалысы нашарлайды, қиындайды. Бұлшықеттері тартылып қалады. Психикалық неше түрлі ауытқуларға алып келеді. Сондай бір дүние жүзіндегі жер шарындағы 1% адам ауыратын ауру. Сондай диагнозы бар бір кісіні біз қарап жатырмыз. Енді дертіне шипа берсін дейміз. 2 болған ба, вообще жүре алмай қалған. Жүргенде жайлап жүреді, аяқтарының бәрі тартылып қалған. Жиналып тұр да, ауырады жасы. Енді Аллаға шүкір дейміз, бәрі Алланың қолындағы. Біздер себепшіміз. Бірінші біздің сеансымыз бүгін алды. Аяғын жайлап жаза алмайтын еді барған кезде. Жайлап жазды, түзетті. Енді Алла шипасын берсін. Сондай 1% ауру мен ауыратын адам бізге де келіп жатыр. Сол айтайын дегенім, сондай 1% дүние жүзіндегі кездесетін ауру енді маған кездесіп жатыр да, бізге кездесіп жатыр сондай ауру. Ақтөбе қаласының. Енді Алла Тағала дертіне шипа берсін дейміз. Енді айтайын деген әңгімем ол емес. Жалпы мынандай сөз бар да, керемет. Әрбір адам есінде ұстау керек. Адам дейді, еш жері ауырмай тұрған кезде проблемасы көп болады дейді да адам. Неше түрлі проблема болады да басында. Бәрімізде солай ғой. Біреудің семьясында проблема болуы мүмкін, біреудің әйелімен, біреудің баласымен, біреу ойбай, үйім жоқ, күйім жоқ. Тағы басқа неше түрлі проблема адамның бітпейді ғой. Неше түрлі шаруалары бітпейді. Енді адамның дені сау кезде, ауырмай тұрған кезде проблемасы көп болады да, көп болады. Енді қашан ауру келеді адамға? Бір жері мазасызданып ауырған кезде дейді. Адам сол барлық бұрынғы проблеманың бәрін ұмытады да. Ода тек бірақ қана проблема болады. Ол қандай проблема? Осы аурудан жазылсам екен, ауырмай тыныш жүргеннің өзі жақсылық екен ғой деген ой келеді да сол кезде адамға. Міне көп адамда сондай. Енді бізге Құдай Тағала ақыл берді ғой, сана берді. Біз адам болғаннан кейін жануар емеспіз, ойлануымыз керекпіз. Деніміз сау кезде ойлануымыз керекпіз да, сол денсаулықтың қадірін білуге тырысуымыз керек. Денсаулығымыз бар кезде семьямызға қарауымыз керек. Ер адамдар, өзіміздің әйелдерімізбен қарым-қатынасымызды дұрыстауымыз керек. Балаларымызға дұрыс тәрбие беруіміз керек. Ертең денсаулық кеткеннен кейін, ауру келгеннен кейін адам өкіне бастайды. Ол өкінет, сол сау жүрген кезім менің қандай керемет еді дейді. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады ғой. Исламның ғалымдары айтады екен. Адамның басындағы нығмет бар кезде адам шүкір қылу керек дейді. Нығметтің кеткеннен кейін жақсылық, нығмет көп қой, бізге Құдайдың беріп жатқан. Сол кеткеннен кейін нығмет. Сол маған берілген нығмет екен ғой, жақсылық екен ғой деп ауру келгеннен кейін немесе бір жаманшылық келгеннен кейін түсіну дейді да, нығметтің нығмет екенін. Бұл ең нығметті түсінудің жаман жолы дейді. Енді былай айтқан кезде нығметтің бар кезінде түсінбей, кеткеннен кейін жақсылықты түсініп, сол кезде мен жақсылық екен ғой сол. Құдайдың беріп жатқан маған сол жақсылық екен ғой. Мен кеш түсіндім деп айту, бұл нығметті жақсылықты түсінудің ең жаман жолы деп ғалымдарымыз айтқан екен. Сондықтан нығметті біз жаманшылық келмей тұрып білуіміз керек. Құдайдың берген нығметін, жақсылығын, бір-біріміздің қадірімізді
отбасымыздағы адамдардың қадірін білуіміз керек. Бала шағамыздың кішкентай кезінде дұрыс тәрбие беруіміз керек. Ертең өсіп кетеді олар. Өскеннен кейін өкінеміз да. Кешегіде бір әлеуметтік желіде бір танымал бір кісі видео салыпты. Сол видеосында айтады: мен дейді, танымал адам ғой, актер. Мен бала шағам мектеп бітіріп оқуға кетіп жатыр дейді, шетелге. Шетелге кетіп жатқан кезде ойландым дейді. Ойлап отырсам, балаға мен ешқандай көңіл бөлмеген екенмін дейді да. Соған өкінем дейді. Анда жүрдім, мында жүрдім. Ойлап отырсам, баламмен өткізген күндерім менің есіме түспейді дейді. Бірге баламмен балық аулаған, бірге ойнаған, бірге жаңағыдай сұхбат қылған, бірдеңені үйреткен қарапайым. Енді айтады ғой, балаңды тәрбиелемесең де, бір аса тәрбиелеп үйретпесең де, балаңа көңіл бөліп, отбасыңа көңіл бөліп, оларға бірге ойнап, бірге сөйлесіп, соның өзі тәрбие да. Соны біз жастығымыз, денсаулығымыз бар кезде жасап қалуға тырысуымыз керек соның бәрі. Енді Алла тағала біздердің дерттерімізге, ауырып жатқан адамдарға шипасын берсін. Пайғамбарымыз да өзінің бір хадисінде айтады екен, адам баласына 2 жақсылық беріледі екен. Көп адамдар оның жақсылық екенін түсінбейді бірақ деп. Ол не нәрсе деген кезде, ол бос уақыт дейді. Қазір кейбір адамдар уақытын қаяққа өткізерін білмей жүрген адамдар бар да. Ертең сол уақыттың қазір қаяққа өткізерін білмей жүрсе, сол уақытқа ертең тапшы болатын уақыт келеді да. Қайран мен сол уақытымды мынаған жіберсем ғой деген өкініш болады. Және екіншісі денсаулық дейді. Бар кезде денсаулықтың қадірін білмейді дейді. Сондықтан біз бар кезімізде денсаулықтың ауырмай тұрып қадірін білуге тырысайық. Ағайын, баршамызға Алла тағала ұзақ өмір берсін, денсаулық берсін. Тағы бір біздің ғалымдарымызда керемет сөз бар. Бұл керемет сөз бәріміздің есімізде болу керек. Біздің ұлы ғалымдарымыз айтқан, ислам ғалымдары. Адамдардың дейді, барлық адамдардың басында тәж бар дейді. Тәж деген нәрсе патшалардың киетін тәжі ғой, корона. Барлық сау адамның басында сондай тәж бар дейді. Алла беріп қойған екен сондай тәж. Оны бірақ ол сау адамдар көрмейді ғой дейді. Сау адамдар оны көрмейді дейді. Оны тек қана төсек таңылып жатқан, аурумен ауырып жатқан түрлі адамдар ғана көреді дейді да ол тәжді. Жатқан, ауырған адам, сау адамның басында тәжді көреді дейді. Шіркін-ай, мыналардың басында сондай тәж бар ғой. Менде ондай жоқ деп, солар көріп, сондай сөздер айтады екен. Айтпаса да ішінен, жүрегінен соны қалайды, қызығады. Сондықтан ағайын, денсаулығымыздың қадірін білейік. Құдайға шүкіршілігімізді көбейтейік. Алла тағала істерімізге береке берсін, дерттерімізге шипа берсін. Жақсы күндерде жолыққанша аман болайық.